Саламатсыздар ма? Мен номер 42 Ақниет гимназиясының 10-шы E сынып оқушысы Сафулин Алишер. Менің отаныма менің бастамам жобасы аясында Қазақстанның 100 жаңа есім номинациясы бойынша ұлттық спорттың саңлағы атты жобамды таныстырғым келіп отыр. Жобамыздың мақсаты өлкемізге танымал жастарға үлгі боларлық, қоғамға өз еңбегін сіңіріп жүрген азамат, ұлттық спорттың жанашыры Ерболат Байбатаров жөнінде насихаттау, өнегелістерін таныту. Жобаның өзектілігі ұлттық спорт арқылы жасөспірімдер бойында ұлттық тәрбие мен өрлікті қалыптастырып, өлкеміздегі спорттың дамуына үлес қосқан тұлғаны дәріптеу. Жалпы еліміз егемендік алғалы ғаламның ғаламат бәсекелерінде өзін көрсетіп келе жатыр. Ел дамуының ерекше белгілерінің бірі спорт саласындағы жетістіктеріміз мол екені даусыз. Сондай спорт додаларында өзін танытып жүрген жерлестеріміз аз емес. Соның бірі самбо күресінен 4 дүркін әлем чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Байбатаров Ерболат Сағатұлы. Байбатаров Ерболат Сағатұлы 1986 жылы 25 шілдеде Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Тайпақ ауылында дүниеге келген. Ешкім іштен батыр болып туылмайды, батырлықтан мінез секілді өскен орта көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады деп Бауыржан Момышұлы дегендей, Ерболаттың спортқа алғаш аяқ басуы 1992 жылы өз оқыған ауылда спорт мектебінен Жұмағалиев Берік Түсіпқали және Ибрашев Қазбек Нұрметұлынан басталған болатын. Олар 2003 жылға дейін жасөспірімдер арасында өткен облыс чемпионатынан бастап, 2005 жылға дейін Семей қаласында жастар арасында өткен Қазақстан Республикасына дейінгі бірнеше жүлделі орындарға жетелеген бапкерлер еді. Әр адамның өмірде өз жолы бар, соған қарай тұлғасы қалыптасып, бейнесі бекемделе түседі. Адамды өсіретін де, өшіретін де оның істеген ісі. Адал еңбекпен табысқа жететін жанның әркез мерейі үстем, еңсесі биік болмақ. Ұлттық спорт деп аты айтып тұрғандай, ұлттық спорттың сол жаңа ат спорт түрлері көп бар. Аударыспақ, теңгелу, жамбы және де қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату сияқты спорт түрлерін осы жерде қамтимыз. Енді бұл жерде бұл мемлекеттік мекеме, сондықтан барлығы жаңағы тегін жаттығады. Әр спорт түрінің өзінің жас ерекшеліктеріне қарай жаңағыдай осы біздер бөлімдерге қабылдаймыз спорт түрлеріне. Бұл жерде енді біздің мақсатымыз сол ұлттық спортқа жаңағы баулу жастарымызды және де осы спортқа баулып, соларға үйретіп, одан кейін осы облыс құрамасын жасақтау, облыс құрамасын жасақтап, одан кейін олар республикалық және халықаралық жарыстарға жаңағы соларды қатыстырып, мүмкіндік жасап, солардың жаңағы жаттығуына, жарыстарға шығуына, олар жаңағыдай сосын үлкен жетістікке жетуіне біздер мүмкіндік жасаймыз, солардан жаңа үлкен жеңістер күтеміз. Қазіргі таңда Байбатаров Ерболат спорт саласына алшақтамады. Облыстық спорт түрлері бойынша облыстық балалар және жасөспірімдер мектебінің директоры қызметін атқарып жүріп, ұлттық спортты дамыту, атадан балаға қалған мирас болып келе жатырған асыл мұра, баға жетпес ұлттық спортты келешек жас ұрпаққа насихаттау барысында барынша еңбек етіп, жастарды ат спорты, асық ойындары, қазақша күрес сияқты қазақ спортына тартып, шәкірт тәрбиелеп жатырған жайы бар. Соның ішінде ең алдымен ұлттық спорттың ел үшін, қоғам үшін болатын қажеттілігін ескере отырып, аталарымыздың жастар тәрбиесінде ұрпақтан ұрпаққа мирас етіп қалдырған асыл қазынасы ұлы мұрасын қалдырмай, жастарды сол спорт түріне жас ерекшелігін ескере отырып, баулып қалалық жарыстарға да қатыстырып жүр. Қазіргі таңда елімізде 2024 жылы өтетін республикалық ұлттық спорт ойындарының олимпиадасына келесі жылы өтетін іріктеуге құрама команда жасақтау үстінде. Бұл жастарды республикалық деңгейде одан әрі халықаралық дәрежелерде жүлделі орын алуға мақсат етіп отырмыз, дейді Ерболат Байбатаров. 2012 жылы Ерболат Байбатаров отбасын құрып, қазіргі уақытта 2 ұлы, 2 қыз тәрбиелеп отыр. Ұлдары да әкелері сияқты спортты жандарына серік етіп отыр, атқа шабу, футбол және күрес үйірмелеріне қатысып, болашақта спортшы болуды армандайды. Жоба перспективасы атадан қалған мирас болып келе жатырған асыл мұра, баға жетпес ұлттық спортымызды бүгінгі таңда өлкемізде дәріптеп, басқарып отырған спорт жанашыры Ерболат Байбатаровты келешек жас ұрпақ білу үшін өлкеміздің 100 жаңа есімі жобасына енуін қалаймыз. Жаңартылған өлкеміздің энциклопедиясына енсек енді деген тілегіміз бар. Рахмет.